Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге тефтелидің жасалу жолын көрсететін боламын. Кез келген уақытта гарнирге қосып ұсынсаңыздар болады. Асығыс қонақ шақырған кезде пісіре қоюға болады. Қажетті құрамдарын астына жазып қалдырамын. Ең әуелі жуамызды ұсақтап, барынша ұсақ қылып тураймыз. Фаршымызға салып, үстіне жуылған күрішімізді саламыз және жұмыртқамызды саламыз. Керек мөлшерлерін астына жазып қалдырамын. Дәміне қарай тоз бұрышымызды саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз және дөңгелек етіп тефтелиіміздің формасын жасап аламыз. Осылай арнайы контейнерге салып, мұздатқышта сақтап қоямыз. 1 айдың көлемінде сақтауға болады. Кез келген уақытта мантаваркамен және тавада пісіруге болады. Ас болсын,